Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері, каналыма жаңадан қосылған оқырмандарым, қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сакура гүлінің тез әрі оңай жолмен жасалу жолын көрсететін боламын. Мен әдеттегідей өзіме керекті мастикаларды жайып алдым. Бізге ең керекті вырубкамыз осы вырубка. Осындай вырубканы пайдаланамын. Оның осы ең кішісі, не болмаса одан сәл үлкендеуін пайдалансаңыз болады. Ең кішісімен жасасаңыз да болады, одан сәл үлкендеуін. Мен қазір сәл үлкендеуіменен жасайтын боламын. Бізге содан соң міндетті түрде осы жұмыртқаның лотогы керек болады. Сіздер бұны жақсылап жуып, сүртіп, кептіріп алыңыздар, құрғатып, содан кейін пайдалануға болады. Мен розовый мастиканы алдым. Сіздер басқа да фиолетовый, ақ мастиканы пайдалансаңыз да болады. Осылай шығарып аламыз. Негізі сакура гүлін әркім әртүрлі әдіспенен жасайды. Маған осы әдіспен жасау өте оңай әрі тиімді, аз уақыт алады, әрі тез қатады. Сондықтан мен сіздерге осы жолмен жасалуды көрсететін боламын. Бұның жанына бұдан да ашық розовый түсті мастиканы жайып қоссаңыз да болады. Міне, біз алдық вырубкадан шығарып, енді лотогымызға орналастырамыз. Бұл лотокта міндетті түрде гүлдеріміз бір күн қатып тұру керек болады. Осылай лотогымызға салып шығамыз. Әдемілеп, түзелеп, бір қалыпты етіп, бәрін орналастырып салып шығатын боламыз. Міне, орналастырдық. Енді бұның ішіне мен осындай жылтыр бусинкаларды жабыстырамын. Егер де сізде болмаса, мастикамен осылай домалақтап, кондуринмен бояп, ішіне жабыстырсаңыз да болады. Не болмаса, басқа да түсті осындай бусиларды пайдалансаңыз болады. Розовый болса розовый, ағын болса ағын пайдалансаңыз болады. Міндетті түрде осындай жылтыр болуы тиіс емес. Буси болғандықтан мен су емес, енді гельменен жабыстырамын. Өйткені гель осы біздің бусиді жақсы ұстап тұратын болады. Міне, ішіне жағып шығамыз. Ортасына. Енді ішіне 5-6 бусидан салып жабыстырамыз.
сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Міне осылай әдемі болып шығады. Бұл гүлімізді біз міндетті түрде бір күн, бір тәулікте қалдырамыз. Міне. Енді біз бұны қойып қоямыз. Бізге енді осы бутондарды жасау керек болады. Жасыл түсті жайып алдым, әрі осындай штамповканы алдым. Осылай шығарып аламыз. Бутондарын көбірек жасасаңыз болады. Оны ішіне розовый түсті аламыз. Осы розовый түсімізді кішірек етіп, розовый болмаса ақ немесе ашық розовый түсті алсаңыздар да болады. Жаңағы жапырақтың ішіне салып, осылай домалақтаймыз. Сосын пышағымызбенен осылай төрт бөлікке бөлеміз. Міне бізде бутонымыз дайын болды. Осылай көбірек жасап қоссаңыздар болады. Міне. Міне, біздің бутонымыз дайын. Енді қоңыр мастикамызды аламыз. Бізге қазір осы бұны немен деуші еді? Бұтақтары, яғни бұтақтарын жасайтын боламыз. Бұған гүлдер жабысып тұратын болады. Гүлдерді жаңағы бутондарымызды жабыстыратын боламыз. Біріктіріп. Бұның асты жағын сәл жуандау, бас жағын сәл жіңішкелеу етіп, осылай жайып шығамыз қолымызбенен. Үлкен етіп, не болмаса кіші етіп, торттың көлеміне байланысты жасасаңыз болады. Тортыңыз кішкентай болса, кішірек етіп жасап, үлкен торт болса, үлкенірек етіп жасасаңыздар болады. Бұны мен пенопластқа қоямын, өйткені пенопластта мастика тез қатады. Осындай пенопластыңыз көрсеңізде лақтырмаңыздар. Коробканың үстіне қойғаннан, картон қағаздың үстіне қойғаннан, осындай пенопластың үстіне қойсаңыз, мастика тез қататын болады. Енді осыны өзіңіз білгендей осылай өрмеліп өскен гүл сияқты етіп, осылай әдемілеп жасап қойсаңыздар болады. Міне, бұдан 2-3 тортыңыздың көлеміне байланысты 5-6 штук жасасаңыз болады. Менің бүгін сіздерге жасаған сакура гүлім ұнады деп ойлаймын. Мен өте қарапайым әрі оңай түрменен жасап көрсеттім сіздерге. Егер де ұнаған болса, маған міндетті түрде лайк басып, комментария қалдырып, тіркеліп кетіңіздер.